Жалпы боксшының қолдары жылдам болғандығы оның деңгейін бір саты жоғары көтереді. Егер сол жылдамдыққа техника қосылса, онда бұл боксшы міндетті түрде әлем чемпионы болады. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз осы қабілетінің арқасында 17 жасында Олимпиаданың күміс жүлдегері атанса, көп өтпей кәсіпқой бокста да жұлдыз жарқырайды. Біз бүгін пәкістандық Амир Хан туралы айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксының арнасына қош келдіңіздер. Амир Икбал Хан 1986 жылдың 8 желтоқсанында Ұлыбританияның Болтон қаласында пәкістандықтардың отбасында дүниеге келеді. Әкесі Амирді 8 жасынан бастап бокс залына апарған екен. Талантын жастайынан көрсеткен Амир Хан көп ұзамай-ақ Британияның жастар құрама командасына қосылады. 2003 жылы ол жасөспірімдер арасындағы Олимпиада чемпионы атанса, 2004 жылы жастар арасындағы әлем чемпионы атанады. Енді жастар арасында алара судың барлығын алып қойған ол 18-ге толмай жатып-ақ ересектер арасына қосылады. 2004 жылы Сранджа кубогын жеңіп, Афиня олимпиадасына жолдама алған Амир Хан мұнда жартылай финалда отандасымыз Серік Елеуовпен кездескен болатын. Хан алғашқы секундтан бастап жылдам сериялы соққыларын іске қоса бастайды. Ал Серік сиректе болса тура соққылармен есепте басымдықты сақтап отырады. Дегенмен жекпе-жек соңына қарай отандасымыз шаршап қалып, енді басымдық белсенді болған британдыққа көшеді. Осылайша өте тартысты өткен жекпе-жекте жеңісті Амир Хан жұлып алып кеткен болатын. Финалда ол 2000 жылғы Олимпиада чемпионы, 3 дүркін әлем чемпионы кубалық Марио Кинделанмен кездеседі. Бұл кезде кәрі қасқыр Кинделанды жеңу өте қиын жұмыс болатын. Ханның да оған шамасы жетпейді. Дегенмен 17 жасар британдық боксшы өте лайықты қарсылық көрсетеді. Осылайша Амир Хан бар болғаны 17 жасында Олимпиаданың күміс жүлдегері атанған болатын. Арада бір жыл өткенде екі боксшы тағы да кездесіп, бұл жолы жеңіске Хан жетеді. Осылайша әуесқой бокста қарызы қалмаған ол Кинделанмен реванштан соң бірден кәсіпқой боксқа ауысуға шешім қабылдайды. Әуесқой бокстан бері Англиядағы ең танымал боксшылардың бірі болған Амир Хан кәсіпқой бокста да танымалдығын жоғалтпайды. Негізінен Англияда жұдырықтасып бастаған оның боксын көруге келген жанкүйерлер ареналарды лық толтыратын. Жанкүйерлердің көңілін қалдырмауға тырысқан Хан да қарсыластарын бірінен соң бірін жеңе береді. 2007 жылы ол шотландиялық Вилли Лаймонд есімді боксшымен кездеседі. Бұл кезде 21 жасар Ханның статистикасы 12-де 0-ге жетіп қалған болатын. Алайда 25 жасар қарсыласы рингте 29 жекпе-жек өткізіп, оның біреуінде ғана жеңілген тәжірибелі боксшы екен. Бұл жекпе-жекте Амир Ханның жағы бірінші рет сынақтан өтеді. 28 жеңісі болғанмен, оның тек 8-ін ғана уақытынан бұрын аяқтаған Лаймондтың соққылары аса ауыр емес болатын. Дегенмен соның өзі Ханды бір жерге аунатып алуға жетіп жатады. Дегенмен жігіттік мінез танытқан ол орнынан тез көтеріліп, 8-ші раундта қарсыласын берілуге мәжбүр етеді. 17-ші жекпе-жегінде Хан тағы бір сынақтан өтеді. Бұл жолы ирландиялық Майкл Гоместің хуқ соққысынан бас жұлынтке де жасаған Хан, дегенмен тез арада есін жиып орнынан көтеріледі. Бұл жолы да мінез көрсеткен ол 5-ші раундта жекпе-жекті аяқтайды.
Бұл уақытта Амир Хан әлдеқашан чемпиондық белдікке таласу керек болған болатын. Бірақ промоутері Фрэнк Уоррен әлі чемпиондық деңгейге дайын емес екендігін айтып, біраз тәжірибе жинауын талап етеді. Ханның жасы бар болғаны 21 жаста екенін есепке алсақ, промоутердің де сөзінің жаны бар болатын. Чемпиондық жекпе-жекке шығардан алдын тағы бір сынамақ болған Уоррен Амир Ханды өз секілді жеңілмеген боксшы колумбиялық Брейдис Прескоттпен кездестіреді. 19 жекпе-жектің 17-сін нокаутпен аяқтаған Прескотт кімді болса да бей-жай қалдырмайтын. Соққысы әлсіздеу қарсыластардан құлап жүрген Амир Хан панчердің соққысына төтеп бере алмайды. Прескоттқа Ханды жеңу үшін бар болғаны 40 секунд жеткілікті болады. Бұлай құлай берсе, ұзаққа бармайтындығын түсінген Хан бапкерін және жаттыққа орын ауыстыру мақсатында ақшқа келіп Пакьяоның бапкері Фредди Роучтың бокс залына келеді. ақш-қа қоныс аудару әрі Пакьяомен жаттығудың Ханға пайдасы тиіп, ол 2009 жылдың көктемінде мексикалық бокс аңызы Марко Антонио Баррерамен кездеседі. Вот только когда он состарился и потерял скорость, вот тогда такие ребята, как Мэнни Пакьяо, да, у него появились шанс. Алғашқы раундта екі боксшы баспен соғысудың нәтижесінде Баррераның маңдайы жарылып, жекпе-жек 5-ші раундта тоқтатылады. Ал жеңіс Амир Ханға бұйырады. Атақты қарсыласты жеңу Ханның дәрежесіне бірден әсер етіп, көп ұзамай, ол 63 келідегі WBA белдесуші жекпе-жекте украиндық Андрей Котельникпен кездеседі. Жекпе-жек Амир Ханның жерінде өтіп жатқандықтан, жеңістің ауылы тым алыс екендігін сезген Котельник қарсыласын нокаутқа жіберуге барынша тырысып бағады. Бірақ блокты тас қылып қойып алып, күйіндай ұйытқып қашып жүрген британдық ұстатпайды. Әрі Амир Хан ара-тұра жылдам сериялы соққылармен төбелеп кетуді де ұмытпайды. Осылайша тактикалық түрде өте сақ жұдырықтасып шыққан Амир Хан мансабындағы алғашқы чемпиондық белдігін жеңіп алған болатын. Бұл кезде оның жасы бар болғаны 22-де еді. 2010 жылдың соңында ол белдігін аргентиналық панчер Маркос Майданаға қарсы қорғайды. Хан алғашқы раундтағы жылдам қолдарымен Майдананың бауырын сипап өтіп, аргентиналықты нокдаунға түсіреді. Бірақ Майдананы сындыру мүмкін емес нәрсе. Ауырсынуға қарамаған ол орнынан тез көтеріліп кетеді. Әдетте кез келген тура тиген соққыдан қалпақтай ұшатын Амир Хан бұл жекпе-жекте таңғажайып шыдамдылық көрсетеді. I don't think Khan is doing it because he's done that in other fights as well. I don't know why he couldn't find one that fits him. In Dallas was Pacquiao. Hard right hand. Khan is tremendously level. Кезінде Майданамен соққалмасуға қарсыластарының ешқайсының жүрегі дауаламаған болатын. Maidana should have started this earlier. And now Khan fires one last combination, secured safety for Khan. And this may win him the round. Amir Khan! 2011 жылдың жазында Хан 63 келідегі IBF белдігінің иесі Заб Джудамен жолығады. Жекпе-жек барысында Джуда асықпай ойланып жүргенде, Хан өзінің жылдам сериялы соққыларымен ұпайын түгендей береді. Жалпы Ханның басымдығымен өтіп жатқан жекпе-жек 5-ші раундта даулы шешіммен аяқталады. Тура белдік тұсынан соққы алып, төменнен соққы болды деп есептеген Джуда рефериді сондай шешім шығарар деп ойлаған болатын. Бірақ рефери соққы іштен болды деп жеңісті Ханға беріп жібереді. Джуданы жеңген Хан енді Мейвезерді жеңетіндігіне өте сенімді болып, оны жекпе-жекке шақыра бастайды. Бірақ бұл кезде Флойдқа Амир Хан қызық емес болатын. Сол себепті оған міндетті қарсылас Ламон Питерсонмен жұдырықтасуға тура келеді. Жекпе-жек барысында Хан қарсыласын 2 рет нокдаунға жібереді. Бірақ рефери тек бір нокдаун ғана есептейді.
7-ші раундта Ханнан қарсыласты қолмен итердің дегенді сылтауратып, рефери бір ұпай алып тастайды. Жекпе-жек Питерсонның туған қаласы Вашингтонда өтіп жатқан болатын. Сол себепті ешкім жеңісті Амир Ханға бермейтіндігі анық бола бастайды. Он екінші раундта Ханнан тағы бір ұпай алынады. Осылайша америкалықтар жабылып жүріп британдық боксшының белдіктерін тартып алған болатын. Дегенмен жекпе-жектен соң Ламон Питерсонның ағзасынан есірткі табылып, чемпиондық белдік Амир Ханға қайтарылады. 2012 жылдың көктемінде Хан WBC белдігінің иесі Дэнни Гарсиямен кездеседі. Жекпе-жектің айқын фавориті тәжірибелі Амир Хан деп есептеледі. Шынында Хан алғашқы минуттан бастап жылдам соққылармен Гарсияның басынан тоқпақтай бастайды. Осылайша уақыт өткен сайын сәттіліктеріне қанаттана бастаған Амир Ханның көз алдында кенеттен жарық бір сөніп қайта жанады. Хан дегенмен бұл жолы да жігіттік мінез танытып, жекпе-жекті жалғастырғанмен, ми мен дененің үзіліп қалған байланысын қайта қалпына келтіре алмайды. Бұл жеңілістен соң Амир Хан Фредди Роучты бапкерліктен босатып, оның орнына Андре Уордтың бапкері Вирджил Хантерді жалдайды. Шамасы Ханның командасы боксшының қорғанысы Андре Уордтың секілді болады деп үміттенсе керек. Осыдан соң 66 келіге көтерілген Хан Луис Калаццо, Девон Александер, Крис Алджери сынды бұрынғы әлем чемпиондарын жеңеді. Дәл осы уақытта Канело Мигель Коттоны жеңіп, орта салмақтағы WBC белдігін тартып алған болатын. Енді Головкинмен жекпе-жектен барынша айналып қашып жүрген кез еді. Оған көмекке Амир Хан келе кетіп, екеуі жекпе-жек ұйымдастырады. Кездесудің қалай аяқталары басында-ақ белгілі еді. Канело алғашында қарсыласына жұмыс жасауға біраз мүмкіндік беріп, 6-ші раундта нүкте қояды. Көзі ашылған күй есінен танып қалған қарсыласына қарап, Канелоның өзі қорқып кеткендігі көрініп тұр. Бұл жекпе-жекте біраз денсаулығынан айырылғанмен, Хан мансабындағы ең үлкен қаламақысы $13 миллион қалтаға басады. Дегенмен қайта қалпына келу үшін Ханға 2 жылға жуық уақыт керек болады. Америкада аса жолы бола қоймаған Амир Хан қайтадан Англияға оралып, енді негізінен 66 келіде өнер көрсете бастайды. Алдымен 2018 жылдың көктемінде ол канадалық Фил Ло Греко есімді боксшыны 30 секунд ішінде тасталған еді. Көп ұзамай колумбиялық Самуэль Варгасты жеңеді. Осы екі жеңіс арқылы Хан 66 келідегі WBO белдігінің иесі Теренс Кроуфордпен жекпе-жекке шығуға мүмкіндік алады. Хан алғашқы раундта Кроуфордтың қитұрқы соққыларының біріне түсіп қалып, бір аунап тұрады. Ары қарай барын салып баққанмен Теренстен басын түсе алмайды. 6-ші раундта жанды жерден бір соққы алып демалып тұрған Ханды бапкері Вирджил Хантер жекпе-жектен алдырады. Ары қарай төбелесудің мәні жоқ болатын. Хан соңғы жекпе-жегін 2022 жылы тағы бір британдық бокс жұлдызы Келл Брукқа қарсы өткізген болатын. Боксқа деген мүлдем құлқы қалмаған Амир Хан рефери тоқтатқанша 6 раунд бойы таяқ жейді. Осы жекпе-жектен соң ол бокстан кететіндігін мәлімдейді. Қазір Амир Хан Англиядағы ең бай адамдардың бірі. Өзінің бірнеше бизнестер бар көрінеді. Англияда туып өскендігіне қарамастан, ол түп отаны Пәкістанды ұмытпайды. Қазір ол өз ақшасында Пәкістанда бокс академиясын салдырып, жергілікті боксшыларды қолдаумен айналысады. Сонымен қатар Ханның туған інісі де Пәкістанның атынан жекпе-жектерге шығып жүр. Міне достар, Амир Ханның мансабы осылай өткен екен. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып каналға тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Әлем боксының арнасы.